Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тұшпара дайындайтын боламыз. Өзімнің осы уақытқа дейін қолданып келе жатқан қамырдың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға ыстық судан құйып аламыз және оған тұз салып, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды қосамыз, ұнды екіге бөліп саламыз. Бірінші бөлігін осылай қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Екінші бөлігін барлығын қосып, қамырымыз қаттылау болғанша жақсылап қолымызбен илейміз. Қамырымыздың бетін жауып 15 немесе 20 минутқа тұндырамыз. Тұшпараны салмасын дайындаймыз. Бізге тартылған ет қажет және пиязды осылай үкіштен өткізіп алсаңыздар да болады, немесе майдалап турап алсаңыздар да болады. Тартылған етке пиязымызды салып, дәміне қарай тұз бен қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды жаямыз. Оқтаудың екі шетін баса отыра қамырымызды дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қамырымызды қатты жұқа етіп оқталудың қажеті жоқ. Енді видеодағыдай осылай гармошкалап және ұзын лапша тәріздес етіп кесіп шығамыз. Және видеода көрсетілгендей қамырымызды бірін үстіне бірін қойып, төртбұрышты формаларға келтіріп шығамыз. Қамырымыздың ортасына салмамызды салып, тұшпараның формасын келтіріп түйетін боламыз. Тұшпараларымыз дайын. Енді қайнап тұрған суға тұз саламыз, дәміне қарай және лавр жапырағы мен сармайдан қосамыз. Тұшпараларымызды салып 10-15 минутта қайнатып аламыз. Тұшпарамызды көп қайнатудың қажеті жоқ. 15 минуттан соң тұшпарамыз өте әдемі болып пісіп шығады. Достар, тұшпарамызға қаймақ қосып, жақындарымызға ыстықтай ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Тұшпарамыз